Дәмі ерекше әрі балғын болып пісетін керемет булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ыдысымызға суымызды құйып алып, үстінен аштығымызды және тұзымызды салып, майымызды салып, жақсылап тұрып араластырып алып, үстінен жұмыртқамызды жарып салып алып, сүтімізді құямыз. Неге осылайша барлықтарын құйып салып алғанымыздан кейін үстінен ұнымызды салып қамырымызды үйлеуге кірісеміз. Дәл осы кезде үстінен қантымызды салып жібереміз. Неге осылайша барлық ұндарымыздың барлықтарын салып алып, қамырымызды әдемілеп тұрып илеп аламыз. Мінеке осылайша қылып барлық қамырларымызды илеп алып, қамырымыз иленген кезде өте қатты жұмсақ та қылмай, өте қатты тастай да қылмай, бір қалыпта қылып осылайша илеп қойып қоямыз. Мінеке біздің ашытқан қамырымыз дайын болып шықты. Осы қамырларымыздан енді булочкамызды жасауға кірісеміз. Үстінен ұнымызды сеуіп, осылайша қылып барлықтарын домалақтап алып аламыз. Мен барлық қамырларымды осылайша көз мөлшерімен барлықтарын кесіп алдым. Таразыға салып бірдей қылып та өлшеуімізге болады. 80-90 грамдай болып шығатындай қылып өлшеп алдым барлықтарын. Мінеке осылайша қылып барлық қамырларымызды домалақ қылып домалатып аламыз. Мінеке дәл осылай етіп, видеодағыдай етіп, домалақ қып қамырымызды жазып аламыз. Қамырымыз жазған кезде өте қатты жұқа болып кетпеуі керек. Осылайша қылып, сары майымыздың барлық жақтарына бірдей етіп жағып алғанымыздан кейін үстінен қантымызды сеуіп, дәл осылай етіп видеодағыдай етіп шетінен бастап орап алып, дәл пышағымызбен дәл ортасынан дәл осы видеодағыдай етіп кесіп шығамыз. Мінеке мен осылайша барлық булочкаларымды жасап алдым. Енді тапама салып, барлық булочкаларымның бетіне жұмыртқамның сарысын жағып шығамыз. 180-200 градуста пісіріп алған булочкамыз осылайша әдемі болып пісіп дайын шықты. Астарыңыз дәмді болсын.